Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұп-жұмсақ вафлидің рецептімен бөлісемін. Таңғы асқа жасасаңыздар өте керемет. Бұл тексерілген рецепт. Басқа рецепттермен жасап көрдім. Бұндай жұмсақ болып шықпайды. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа, қант және де ванильді қант қосамыз. Миксердің көмегімен ақ көбік болғанша жақсылап миксерлейміз. Міне осындай ақ көбік болуы тиіс. Кейін бөлме температурасындағы жылы сүт біраз мөлшерде миксерлейміз. Кейін жұмсақ сары май қосамыз. Оны да жақсылап миксерлеп, ұн қосамыз. Содан соң разрыхлитель қосамыз. Барлығын миксерлеп аламыз. Қою қаймақ тәрізді масса пайда болады. Енді вафельницамызды қыздырып, осылай майлап аламыз. Кейін 2 ас қасық мөлшерінде салдым. Енді әркімнің вафельницасы әрқалай болады. Сол мөлшеріне қарай саламыз. 5-10 минут шамасында пісіреміз. Не осылай өте жылдам дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Салтанат. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.